Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай әдемі сақина тоқып үйренеміз. Тез әрі оңай жасалынады. Ал дайын болсақ, бастайық. Ол үшін бізге қажетті заттар бисер және леска. Бисердің түсін өздеріңізге ұнағанын таңдап аласыздар. Ал енді дайын болсақ, бастайық. Алдымен лескамызды кесіп аламыз, яғни өзімізге қажетті ұзындықта. Содан соң 4 бисер аламыз. Сосын жіптің бір ұшына 2 бисер аламыз және екінші ұшымен жіптің крестик қылып осылайынан өткіземіз 2 бисерден. Сосын тартамыз. Енді екі ұшына бір бисерден аламыз осылайынан. Ары қарай жіптің бір ұшына 2 бисер аламыз, екінші ұшымен сол 2 бисерден өткіземіз. Яғни тура алдыңғы жасаған сияқты қайталаймыз. Яғни енді тартамыз, өзінің формасына келтіреміз. Енді екі ұшына бір бисерден аламыз. Сосын бір ұшына 2 бисер аламыз да, екінші ұшымен сол 2 бисерден крестик қылып, дәл алдындағыдай өткіземіз. Осылайынан өткізіп аламыз, өзінің формасына келтіреміз. Енді өзімізге қажетті ұзындықты дәл осындай мен жасаған сияқты әрі қарай жалғастыра береміз. Яғни өздеріңіз қолдарыңызға өлшеп әрі қарай жалғастыра бересіздер. Мен өзіме қажетті ұзындықты тоқып алдым. Енді біріктіретін боламыз. Ол үшін соңғы 2 бисерді аламыз осылайынан. Ал енді жіптің бір ұшын алып, мына тұрған 2 бисерден өткіземіз. Яғни жұмыстың басындағы екінші жіптің ұшын алып, сол бисерден қайтадан қарама-қарсы осылайынан өткіземіз. Сосын тартып, өзінің формасына келтіреміз. Қалған артық жіпті енді байлаймыз да, артығын кесіп тастайтын боламыз. Яғни 2-3 рет түйіп байласаңыздар жеткілікті. Қаттырақ байлаңыздар. Осылайынан байлап артық жіпті кесіп тастайтын боламыз. Ал достар, мінекей осындай әдемі сақина дайын болды. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.